Сәлем достар, бұл видеода сіздерге үй жағдайында балаларды түстермен таныстырудың 3 тәсілін көрсетемін. Бірінші тәсілде бізге балмұздақ таяқшалары мен гуашь бояуы керек. Таяқшаларды қажетті түстерге бояп, кептіріп аламыз. Кепкен соң балаларға ойнауға береміз. Алдағы уақытта бұл таяқшаларды сан үйреткен кезде де қажетті құрал ретінде пайдаланамыз. Екінші тәсілімізде барлықтарыңыз балаларыңызға киндер алып беретін болсаңыз, сол киндердің жұмыртқаларын жаратудың уақыты келді. Киндердің жұмыртқасын түрлі түсті етіп гуашь арқылы бояп аламыз. Кеуіп болған соң жұмыртқаның ыдысына салып балаларға ойнауға береміз. Ал үшінші әдісі тым оңай. Ол балаларыңызға күнделікті беретін жеміс-жидектерді алып, сол жеміс-жидектердің түстерін, пішінін айтып үйретуге болады. Бұл дәрігер мұғалім Мария Монтессоридің ойлап тапқан әдісі. Яғни, еркін білім беру идеяларына негізделген. Осындай қызықты видеоларды көргіңіз келсе, каналға тіркелуге ұмытпаңыз. Келесі көріскенше сау саламат болыңыздар.